Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен асханамда осындай ерекше фруктовый салат жасайын деп тұрмын. Бұның бір ерекшелігі, ешқандай йогуртты қоспай жасаймыз. Дәмі енді ерекше болады, керемет. Бірге жасап көріңіздер. Бізге ол үшін 2 жасыл алма, 2 қызыл алма қажет. Және 4 бананымызды алып алдым. Сыртын жуып, барлығын тазалап алдым. Және бізге жаңғақты осылай сыртын ашып тазалап алдым. Және бізге 20% қаймақ қажет. Бұна 250 грамдай. Және бізге 3 желания үзгішонкымыз қажет. Үзгішонкымыз неғұрлым проценті жоғары болатын болса, соғұрлым біздің фруктовый салатымызда ерекше дәмді болады. Ол үшін жасалу жолымен описание бөлімінде қалдырғандай және де видеода қарап отырып бірге жасап көріңіздер. Ешқандай қиындығы жоқ, оңай, тез әрі жылдам жасалады. Алмамызды осылай бөліп турап аламыз. Осылай кубиктап 4 бұрышты қылып барлығын турап аламыз. Менің қыздарым жақсы көреді. Сабаққа кетіп бара жатып, мамаларына заказ беріп кеттім. Мама, біз сабақтан келгенде істеп қойыңызшы деп, олар сабақтан келем дегенше мен дайындап қойайын деп, бір жағы видео түсірейін дедім. Артық жерлерін алып тастап отырамыз. Тез әрі жылдам, әдемі дәмді фруктовый салатымыз. Енді сіздер 2 бананнан, 1 қызыл алма, 1 жасыл алмадан да жасасаңыздар болады. Мен кішкене молырақ қылып жасап жатырмын. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Менде күнделікті күнара жаңа видеолар шығып отырады. Рецепт бойынша барлығын жасап көріңіздер. Дәмі деген ерекше тағамдарымыздың, тәттілеріміздің үйде жасағанда бірден қалмай желініп қалады. Сондықтан сіздерге де айтарым, жасап описание бөлімінде рецепт бойынша өз ойларыңызды жасағаннан кейін жазып кетіңіздер. Осылай барлығын. 2 қызым сабақта, 2 қызым үйде ұйықтап жатыр. Солар ұйықтап жатқанда видео түсіріп алайын дедім. Қазір олар тұрса маған жасатқызбайды. Енді қайтадан жасыл алмамызды осылай бөліп аламыз. Мен барлық қызыл алма, жасыл алманың 4-еуін де турап алдым. Енді бізге бананымызды турап болады. Атысымыз кішкене тарлау болып тұр. Қазір енді басқа атысқа аударамын. Міне достар, мен барлық банандардың сыртын тазалап алдым. Енді турай бастаймыз. Міне мен барлық 4 бананды да турап алдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай, енді осыған жаңғақты ұсақтап турап салатын боламын. Міне достар, мен барлық банандардың сыртын тазалап алдым. Енді турай бастаймыз.
Бананда свежий, күшті екен. Мен достар, алманы, бананды барлығын турап алдым. Бірақ ыдысым кішкентай болғандықтан үлкен ыдысқа аударып жатырмын. Барлығын осылай салып аламын. Енді міне осындай жаңғағымызды турап салатын боламыз. Қалған бөлігін бетіне сәндеу үшін алып қаламыз. Өте кішкентай қылып турамаймыз. Көлемі осындай болса жеткілікті. Бір жақындатып көрсетіп кетейін. Міне осындай болу керек. Мен барлық жаңғақты турап алдым. Енді мынау қалған кішкене бөлігі бұл сақтап турап бетіне сәндеу үшін керек. Енді мынаны қазір біз неше грамм жаңғақ салдыңыз деп сұрақ бассаңыздар деп осылай мешогымызға салып өлшеп алайын деп жатырмын. Неше грамм екенін. Міне достар, мен 100 граммдай жаңғағымызды қостым. Не осылай болып тұр. Енді бізде жаңа айтқан болатынмын, бізде 20% қаймақ. Осы қаймағымызға осындай 3 желание сгущенкасын құямыз. Бізде енді жарты банка бар екен үйде. Соны осы қаймаққа салып араластыратын боламын. Екеуін қосқанда дәмі деген енді күшті болады. Жасап көргеннен кейін барып міндетті түрде қалай шыққанын жазып кетіңіздер. Енді көбінесе біз фруктовый салат жасағанда йогуртпен жасаймыз. Енді бұл ерекше дәмі деген күшті шығады. Сондықтан сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Балаларыңыз болсын, қонақ келгенде болсын, сүйіп жейтін жеңіл осындай фруктовый салат. Енді осыны бұлай араластырып аламыз. Қаймағымызбен сгущенкамызды. Енді қоюлатылған сүтімізді көрдіңіздер, жаңа сгущенкамызды. Енді бетіне құямыз. Ыдысымызға саламыз, жаңғағымызды ұсақ қылып турап бетіне салатын боламыз. Міне сонда бізде фруктовый салатымыз дайын болды. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Күнделікті жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Дәмі деген енді ерекше керемет болатын осындай фруктовый салатты жасап көрсетіп жатырмын. Мынау енді қонақ келгенде бір 3-4 жерден жасауға келеді ғой. Енді қыздарым жақсы көргендіктен молынан жасап жатырмын. Ешқандай қонаққа емес. Жеткілікті болды. Міне аз емес, өздеріңіз көріп тұрғандай. Жақынырақ көрсетейін. Міне осындай болып тұр. Әлі кішкене араластырып жібереміз. Достар, міне бүгін мен фруктовый салат жасадым. Ешқандай йогурттың қажеті жоқ. Жақындатып көрсетейін. Бұл жерде мен 2 қызыл алма, 2 жасыл алма және жаңғақ, 4 банан қостым. Енді сіздер өз қалауларыңыз бойынша 1 қызыл алма, жасыл алма және 2 банандан да жасасаңыздар болады азын-аулақ қылтып. Және мен жаңғақты арасына да қостым, тура бірлеу қылтып, сосын бетіне сән беру үшін қостым. Енді бұл жерде бір айырмашылығы ешқандай йогуртты қосылмаған, қаймақпен 3 желание сгущенкасы қосылған. Сондықтан сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қолдап кетеді деген ойдамын. Сау болыңыздар.